Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода восточная корзинка пирогының рецептін үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді пирогымызға кірісеміз. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып, екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Келесі кезекте таза табағымызды алып, 2 дана жұмыртқа мен шекерімізді салып, жақсылап қозғап аламыз. Одан соң бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Тағы да әдемілеп қозғап аламыз. Содан соң ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шықты. Енді салафанға салып, 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Табағымызды майлаудың қажеті жоқ. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, өзі-ақ оқтаусыз жайылады. Бортиктерін көтеріп, осылай жайып аламыз. Келесі кезекте біздің алдын ала туралып қойған сары өрігімізді, яғни кепкен сары өрігімізді майдалап турап алып, осылай астына төсеп шығамыз. Келесі кезекте мейізімізді саламыз. Өздеріңіз кез келген қолыңызда бар сухофруктыларды пайдалана берсеңіздер болады. Және де мен грек жаңғағын салдым. Майдалап турап аласыздар, содан соң бетіне салып шығасыздар. Ірі болып қалып кеткен жерлерін пышақтың көмегімен турап жіберсеңіздер болады. Міне біз начинкамызды салып алдық. Келесі кезекте бетіне сгущенка құямыз. Сгущенкаларыңыз міндетті түрде сапасы жақсы болуы тиіс. Егер сапасы нашар сгущенка құятын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз ойдағыдай шықпайды. Мен 3 желания сгущенкасын пайдаландым. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Беті осылай золотисты болып, әдемі болып піседі. Достар, менің рецептім сіздерге ұнаса, видеома лайк баса кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрасаңыздар, міндетті түрде комментарияда жауап беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.